Зұлқарнайын қиссасы. Ескендір дүниеге келгенге дейін залым патшалардың әмірі жүріп тұратын. Олар жер бетіне соғыс салып, жазықсыз жандарды мың-мыңдап қырды. Ескендір туғанда Аллах оған 2 мүйіз берді. Оның мүйізін көргенде жаудың құты қашып, жүрегін үрей билейтін. Ескендір әскерін бастап, түн қатпай жортты. Жауыздарды жазалап, теңіздей толқытты. Ескендірдің мүйізін көріп, жау қалшылдап қорқыпты. Бір жаһанды апат пен бәледен тазалапты. Жөнге келмеген жауларды әділ үкіммен жазалапты. Аллахым Ескендірдің бағын асырып, оған бір ту берді. Оны алға созса, жолына күннің шұғыласы жайылды. Жер беті айнадай жарқырап, соғыс пен майданның лаңын айшылық жерден айырды. Байрағын артқа кергенде, басқан іздерін түнек жайлады. Аңдыған дұшпаны мен арбасқан жаулары қараңғыдан ештеңе көрмей, бірін-бір жайратты. Бірде Зұлқарнайын жорықта жүріп, бір қамалды ала алмады. Сөйтіп, мен Құдайдың әмірімен келіп тұрмын, қақпаны ашыңдар деді. Ар жақтан бір кісі, мына түйіншекті ал, ашып көрсең бәрін түсінесің деді. Ескендір түйіншекті ашса, ішінде бас сүйек жатыр екен. Ол уәзірлерін жинап, мұның мәнісін сұрады. Сонда Қызыр тұрып, сүйекті таразыға тартып көрейік деді. Таразының бір басына сүйекті, екінші басына алтын күмісті салды. Сүйек ауыр тартты. Бүкіл әскердің сауыт-сайман, қару-жарағын салды. Таразы тапжылмады. Жиналған жұрт мынаны көріп қайран қалды. Ешкім шешімін таба алмады. Сол кезде Қызыр келіп, бас сүйектің көз қуысына бір уыс топырақ тастады. Бұдан кейін былқ етпеген бас сүйек жоғары ауды. «Уа Қызыр, неге бұлай?» деп сұрады. Қызыр, нәпсі билеген адам қомағай аш көз болады. Өзі тоймастың көзі тоймайды. Әлемнің алтын күмістен тоймаған адам нәпсісі көрге кіріп, көзіне бір уыс топырақ құйылғанда ғана тояды деді. Ескендір бұл оқиғадан ғибрат алып кері қайтыпты. Әбілхаят суы. Ескендір патша жер жаһанды шарлап жүріп, бір таудың төбесінен өлмесінің суын табады. Оны торысқа құйып ішейін деп жатқанда Алла: «Ей Ескендір, сен өзіңнің өлмегеніңді қалайсың ба, әлде атыңның өшпегенін қалайсың ба?» деп сұрады. Патша сәл ойланып: «Әрине, тарихта атымның өшпегенін қалаймын» деді. «Ендеше тірі жүрген адам тарих бола ма?» деді. Патша сөзден тосылды. Өлмесін суын тастай салып, кейін қайтады. Ескендірдің суынан бір құзғын еріп жүреді екен. Соғыста, жолда өлген әскердің етін жеуді әдетке айналдырыпты. Ол тау басында торсықты жемтік бекен деп тұмсығымен теседі. Сол кезде өлместің суы төгіліп аршаға тиіпті. Арша ағашы сол себепті мәңгі жасыл болыпты. Суға тұмсығы малынған құзғын 300 жыл ғұмыр кешеді екен. Су төгілген жерге түлкі де аунапты. Әбілхаят суының қасиеті оның жүніне тарып, терісі әдемі болыпты. Сыбызғының пайда болуы. Ескендір патшада қос мүйіз болыпты. Мүйізін ешкімге білдірмес үшін басына дулыға киіп отырады екен. Ел-жұрт мүйізді дулығадан шығып тұр деп ойлапты. Құпиясы ашылмас үшін патша шашын алған шаштараздан сыр ашпауға уәде алады екен. Бір күні шашын алған жас жігіт мүйізді көріп шошып кетеді. Ескендір патша: «Менің мүйізім жайлы тіс жаратын болсаң, аяушылық күтпе» дейді. Жігіт жұмған аузын ашпайды. Бірақ патшаның сыры ішіне сыймай аласұрады. Қос мүйіз күндіз-түні көз алдынан кетпейді. Әбден қиналыпты. Шыдай алмай, бір күні ну қамыстың ішіне барып, Ескендір патшаның қос мүйізі бар деп сыбырлайды. Іші босап, рахаттанып қалады. Бір күні патша аң аулап жүріп, алыстан Ескендір патшаның қос мүйізі бар деген дауысты естиді. Барып қараса, самал желмен тербеліп, қамыстар үн шығарып тұр. Патша шаштаразды сарайға қалдырады. Ол аң су ішіп, ешкімге тіс жармағанын тек қамыс арасында ғана жай сыбырлаған айтады. Сонда патша: «Тісіңнен шығарма деп ескерттім. Өз обалың өзіңе, сыр сақтамаған өзіңнен көр» деп оны өлтіреді. Бірақ Ескендірдің мүйізі туралы әңгіме елге таралып кетеді. 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген сөз осыдан қалыпты. Қамыстың жел тербесе ән салатын қасиетін білген жұрт кейін келе сыбызға аспабын жасаған екен. Әжүж-мәжүж. Ескендірдің заманында Әжүж-мәжүж деген азғын бір қауым өмір сүріпті. Олар көз көретін, аяқ жететін жердің бәріне бәле толтырыпты. Басқан іздеріне қайғы мен сор тұныпты. Олар Ескендірдің айбынынан ықпады. Қанша шайқасып қырса да Зұлқарнайын оларды тауыса алмады. Біреуін өлтірсе екеуі пайда болады, екеуін өлтірсе төртеуі пайда болады.
ұрған сайын семіріп, өлген сайын көбейіп, құмырсқадай қапты. Шарасы таусылған Ескендір Алладан көмек сұрады. Аллах тағала Аллаху Акбар деген дұға үйретті. Сол сөзді айтқанда Әжуж бен Мәжуж қолға түсіп, әскери жермен жексен болды. Ескендір оларды ұстап, Қап тауына қамады. Пеште періштелер соққан шынжырмен байлап бекітті. Тауды айналдыра қалың темірмен қоршап қамал салды. Қамалдың қалыңдығы 60 құлаш, биіктігі 70 құлаш болды. Әжуж бен Мәжуж сол зынданда әлі жатыр. Күн сайын мыңдаған құбыжықты дүниеге әкеліп, әскерін көбейтеді екен. Балалары әр тыныс алған сайын есейіп, көзді ашып жұмғанша алпамсадай дәуге айналады. Шаштары дулығаға, терісі сауытқа, тырнағы қылышқа айналып шығады. Бірақ жер бетінде бір момын Аллаху Акбар деп азан шақырса болды, барлық дерлік әскері бір сәтте қырылып қалады екен. Қашан жер жүзінде азан шақыратын адам қалмайды, сол кезде олар көбейіп, шынжырды үзіп, қамалды қиратып, жарық дүниеге шығады екен. Ескендір мен жас ханзада. Ескендір ұзақ жүріп бір елге жетеді. Сол елдің абыз қариялары оны қол қусырып күтіп алады. Ескендір онда біраз күн мейман болады. Бірде ол алтын тақтың үнемі бос тұратынын көріп, елде патша жоқ екенін байқады. Мұның сырын білгісі келіп, қасындағы бір қариядан: "Басшысыз ел жетім деген, патшаларыңыз қайда?" деп сұрады. Сонда қарт: "Әділ патшамыз дүниеден өткесін, тақтың тізгіні оның жалғыз ұлына қалып еді. Мұрагер ақыл парасаты мол, данышпан жан еді. Алтын тақта отырып ел билегенше ақиреттің қамын күйреткенім артық" деп қылуетке жатып алды. "Пәни дүниенің қызығын тәрк етіп, халықты басқаруды бізге аманаттады" деді. Сол қырнайын таң қалып, онымен сұхбаттасуға құмартты. Нөкерлерін жіберіп, "Мұрагерді менің алдыма алып келіңдер" деп бұйырды. Нөкерлер жігітті ертіп әкелді. Ескендір оған: "Уа жігіт, атыңнан қалған тақ басыңдағы бақ емес пе? Халқыңнан жырақ кетіп, не жақсылық таппақсың? Қаласаң, алқалы жұртыңды жинап, көптің көзінше хан етіп сайлайын" деді. Тақ мұрагері қойнынан 2 сүйекті шығарып: "Мына 2 сүйектің қайсысы патшаныкі, қайсысы қайыршыныкі екенін ажыратып берсеңіз, таққа отырайын" деді. Ескендір үнсіз қалды. "Патшаның ұлы, көрге көмілгесін осы дүниедегі дәрежең көрініп тұрмаса, патшалықтың не қайыр?" деді. Ескендір: "Сені жар емес біреу екен деп ойласам, дана екенсің. Менен не қалайсың? Сұрағанның бәрін берейін" деді таңданып. Мұрагер: "Уа падишам, сіздің қолыңыздан бәрі келсе, маған өлмейтін өмір, қартаймайтын жастық, сарқылмайтын байлық, қайғысыз қуаныш беріңіз" деді. Сөзден жеңілген Ескендір ол жігітті өзіне кеңес жетіп алыпты. Ескендірдің дүниеден өтуі. Қайтыс боларында Ескендір уәзірлерін жинап: "Мен бүкіл дүниені биледім, зұлымды тыйып, ізгінің жолын ашпақ болдым. Алайда арманыма жете алмадым. Ертең мен өлгенде бір қолым жоғары созылып қарысып қалады. Біреу келіп бұл жұмбақты шешкенше түйіспейді. Қолымның қарысқаны жазылып түйіспейінше жерлемеңдер" деп өсиет айтады. Ескендір дүниеден өтеді. Расында да оның бір қолы тік шаншылып қарысып қалды. Уәзірлер мұның шешімін таппай әлек болады. Білгір ғалымдар, даналар жиналып таба алмады. Сол кезде бір қойшы бала келіп: "Ау ағалар, даналар, мұның сырын мен айтайын" деді. Бәрі миығынан күліп: "Әй бала, қойыңды құрттап, айраныңды ұрттап жүре берсейші, саған не жоқ" деп мазақ етті. Көп ішінен бір қарт шығып: "Ақыл жастан, асыл тастан деген. Қане балам, бағыңды сынап көр" деді. Сонда бала: "Бұл кісі жалғанды жалпағынан басқан патша едім, атақ, даңқ, қисапсыз байлық менікі еді. Қараңдар, сонша дәулеттен ақиретке не алып бара жатырмын деп жатыр" деді. Сол-ақ екен, сірескен қол сылқ етіп төмен түсті. Қойшы балаға Құдайдың назары түсіп, ол ғұламаға айналды. Бұл қойшы Ұлықпан хәкім екен. Ескендірдің жерленуі. Ескендір дүниеден өтерінде уәзірлеріне: "Жер бетінде өлген адамның саны жоқ, қияметте ат тұяғындай жерден 70 000 адам тіріледі. Мені адам аяғы баспаған, тірі жан көмілмеген жерге апарып жерлеңдер. Мен көптің бірі емеспін, жарты әлемді билеген сүйегі асыл, қаны қасиетті патшам. Менің қияметте танымайтын бөтендермен қатар тұруым жараспас. Мақшар алаңына жиналуға Алладан әмір болғанда бір өзім бір мекенен жалғыз тұрып, Алланың алдына дараланып барғым келеді." Дүниеден өткен соң уәзірлері, туыстары 40 күн ақылдасып, бұрын соңды адам ұрпағы жерленбеген жер іздепті.
Кеңесе келе олар патшаны биік таудың ұшар басына апарып жерлейді. Нөкерлері патшамызды кісі баласы көмілмеген тың жерге жерледік деп қайтыпты. Күндердің күні анасы ұлын сағынып моласына барыпты. Оның рухымен тілдеспек болып, Ескендір деп дауыстайды. Ешкім үн қатпайды. Екінші мәрте Ескендір ұлым деп тағы бір дыбыстайды. Анасы ұлын 10 рет атап шақырса да жауап болмапты. Ақырында анасы Ескендір Зұлқарнайын деп шақырады. Сол кезде әруақ тіл қатады. Балам-ау, мен бағанадан бері неше рет шақырып жатырмын. Неге дыбыс бермедің? Әлде ол жақтағы жағдайың ауыр ма депті. Сонда ұлы: жоқ анашым, бәрі жақсы. Сіз атымды ғана атап шақырғанда мұнда талас басталды. Себебі алақандай жерде есімдері Ескендір қойылған 300-ге жуық аруақ қатар жатырмыз. Атымызды аталғанда мені шақырып жатыр, жоқ, мені шақырып жатыр деп таласып қалдық. Ақырында Зұлқарнайынды қосып айтқанда ғана талас тоқтады. Күмәнсіз мені ғана шақырған анық болған соң басқалары жол берді депті. Осыдан бастап өлген кісіге Құран оқып дұға жасағанда әкесінің және атасының есімдерін де қосып атау дәстүрге айналған екен.